Бүгін бізде квадрат түбір анықтамасын өтетін боламыз. Түбір деген жалпы мына осындай белгі. Осыда коренде, яғни ол түбір асты деген сол түбір деген сөз. Енді қараңыз. Квадрат түбір дегеніміз не? Мысалы қараңыз. 5-тің квадраты, яғни бізде 25, иә? Келсесіз ғой. 6-ның квадраты бізде 36. Енді 5-тің квадраты неге 25? Ол түсінікті, иә, сізге? Енді қараңыз. Квадрат түбір деген керісінше, мысалы, мына 25-тің түбір астысын алсақ, бізде керісінше 5-ті береді. Мынаның 36-ның түбір асты алсақ, 36 бізде 6-ны береді. Сонда квадрат түбір деген осы. Мынаның, мысалы, 6-ның квадраты 36 болса, бұның квадрат түбірі 36-нікі керісінше 6 болады. Түсінікті, сізге? Енді қараңыз, тағы есептер береді. Мысалы, түбір асты 49 десек, бұл квадрат түбір, мысалы. 7 болады, иә. Бұл жерде мысалы 3 болса, 4 болса, көрген шығарсыз, мұнда есептер мысалы былай тұрады да. Бұл жерде 81 және бұл жерде 3 деген сан тұрады, немесе 4 деген сан тұрады. Бұндай кезде мынау квадрат түбір болмайды. Квадрат түбір болу үшін мынақта ешқандай сан болмайды. Ешқандай, мысалы, мынау түбір асты 49 деп тұр ғой, міне мынау квадрат түбір. Негізі квадрат түбірдің қасында мұндай 2 деген болу керек, бірақ оны жазбаймыз. Осындай болса, тек қана бұл квадрат түбір болады, 7 мысалы. Түбір асты 121. Бұны қалай табамыз міне? Мысалы, бұны табу үшін керісінше айтайық, мысалы, қай санның квадраты 121 болады? Ойлаңызшы. Яғни 11-дің квадраты 121 болады, иә, кесесіз. Сонда бұл жерде 11 болады жауап. Бұл оқушы қателесетін жерді айтқым келеді. Мысалы, қараңыз. Квадрат түбір дегесін, квадрат деген сөзден шыққан ғой. Мынау квадрат тұр. Екеуін қысқартып жібереді, 5-те жазады. Яғни жауабы дұрыс бұл жерде. Мына жер қате емес. Бірақ негізінде мен сіздерге айтайын, ең бірінші мына квадраттың ішіндегісін есептеп алыңыз, себебі 5-тің квадраты 25 қой. Дұрыс қой. Содан кейін барып табасыз. Неге десеңіз, себебі квадрат түбір болса, оның ішіндегі сан, міне, минус сан бола алмайды. Мысалы, минус 5 болса, бұл қате болады. Себебі қандай санның квадраты минус болады, бола алмайды, мысалы, минус 2 болса, минус 10 болса, қате. Ең төмен дегенде сан бұл жерде 0 болады. Мысалы, не түсінеміз? Бұл квадраттың ішінде x деген сан 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Енді қараңыз, неге бұлай қысқартуға болмайды? Себебі қараңыз. Тек осылай есептеп жазыңыз. Енді шатасып кетуіңіз мүмкін, себебі енді қараңыз. Негізінде бұлай енді қысқартсаңыз дұрыс болып саналады, бірақ асықпай шығыңыз. Қараңыз, мысалы, мен былай жазамын. Минус 5-тің квадраты деймін, иә? Бұл жерде тура солай болса, қысқартып жіберсеңіз, жауабы минус 5 шығып кетеді ғой. Ал квадрат түбірдің ішінен минус сан шыға алмайды. Жазып кеткенде, иә, мысалы, квадрат түбірден 0 деген сан шығады. 0 деген сан шығады. Немесе плюс санда шығады. Түсінікті деп ойлаймын, иә? 0 немесе плюс санда шығады. Енді біз не түсінеміз? Сонда мына квадрат ішіндегі мысалы сан, ол плюс сан болу керек, иә? Немесе 0 деген жазыламыз. Мына x деген сан модуль x деп жазу керекпіз. Не деген сөз? Мына x деген мысалы квадраты болса, осылай мына жақтан шыққан кезде ол плюс сан шығады деген сөз. Мысалы, қараңыз. Мен мысалы минус 5-тің квадраты десем, бұл жерде минус 5 болмайды. Модульдің ішінде минус 5, яғни 5 деген сан шығады. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Немесе сіз былай есептесеңіз болады, бұны басқа тұрмай, мысалы минус 5-тің квадраты десе, минус 5-тің квадраты бізде 25-ті береді. Минус 5-тің квадраты дегеніміз, ол бізде минус 5 көбейтілген минус 5, иә? Ол бізде 25-ті береді. Сонда мына жаққа 25-ті жазып, осылай 5 деп жаза салсаңыз болады. Сізге бұл тақырып түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыз.